жаратылыстану сабағы. Сабағымыздың тақырыбы: жер күнді айналғанда не өзгереді? Сабағымыздың мақсаты: жердің күнді айналуынан қандай құбылыс болатынын білесің. Оның табиғатқа әсерімен танысасың. Балалар, жердің өсі орбита кеңістігіне тік орналаспай, 66,5 бұрыш жасап көлбеу орналасады. Осылай орналасу жерге күн сәулесінің түсу бұрышы мен жылынуына әсер етеді. Жер айналмаса, күн сәулесі тек бір жағына ғана түсіп, сол беті қатты ысып кетер еді. Ал күн түспейтін жағы мүлдем суық болар еді. Яғни балалар, жер күнді орбита бойымен де және өз өсімен де айналады. Яғни жер қосарлы айналу жүреді. Маусым, шілде, тамыз айларында жердің солтүстік жартышар шағына күн көп түседі. Себебі жер сол жағымен күнге қарайды. Сондықтан бұл кезде солтүстік жартышарда жаз мезгілі болады. Күн ұзақ, түн қысқа, жазғы тоқырау болады. Полюстерде мүлде түн болмай қалады. Сол себепте осы аймақта поляр күндері басталады. Ал оған қарама-қарсы оңтүстік жартышарда керісінше қыс мезгілі түсіп, түн ұзақ, күн қысқа, қысқы тоқырау, полюстерде поляр түндері болады. Желтоқсан, қаңтар, ақпан айларында жер орбитадағы бұған қарама-қарсы орнына келеді. Күн сәулесі оңтүстік жартышарды көп қыздырады да, ол жақта жаз, ал солтүстік жартышарда қыс болады. Қыркүйек, қазан, қараша, наурыз, сәуір, мамыр айларында жер шары күнге жақын келеді де, күн сәулесі мен жылуы екі жартышарға бөлініп түседі. Сондықтан бұл кездерде екі жартышардың бірінде көктемгі күн теңелу, екіншісінде күзгі күн теңелу болады. Неге 4 жылда бір ақпан 29 күнге толады? Жер күнді орбита бойымен 365 күн 6 сағатта бір айналып шығады. Әр жыл сайын 365 күнді есептейді де 6 сағат қалып отырады. Осы 6 сағат 4 жылда 24 сағатты немесе бір тәулікті құрайды. Бұл тәулік әрбір 4-ші жылдың ақпан айына қосылады. Сол себепті 3 жыл 365 күн, ал 4-ші жыл 366 күн болады. Осы 4-ші жылды кібісе жыл деп атайды. Балалар, биылғы 2020 жылы ақпан 29-ға толды. Сондықтан бұл жылды кібісе жыл деп атауға болады. Экваторда жыл мезгілдері бола ма? Жыл бойы күн тік түсетіндіктен экваторда жыл мезгілі ауыспайды. Онда қатты ыстық болады, яғни үнемі жаз болады. Күн мен түннің ұзақтығы 12 сағаттан болады. Бұл жер өсінің көлбеулігімен түсіндіріледі. Ойлан, егер жер өз осінен айналмай, тек күнді ғана айналатын болса, жер бетіндегі тіршілік қандай болар еді? Дұрыс айтасыңдар балалар. Жердің бір бетінде үнемі күндіз, екінші бетінде үнемі түн болатын еді. Тапсырма балалар. Бүгін біз жұмыс дәптеріміздің 52-53 бетіндегі 49 жұмыс парағы жер күнді айналғанда не өзгереді? 50 жұмыс парағы жер орбитасы қандай деген тапсырмаларды орындаймыз. Тапсырмаларды ұқыпты, жақсы орындауға тырысыңдар. Балалар, бүгінгі сабақта не үйрендің? Не қиын болды? Түсінбегендерің болса, сұрақтарыңды қоюларыңа болады.